Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз баклажаннан өте ерекше әрі қарапайым жолмен жасалатын салат түрін әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Баклажанды 2 литр суға 2 ас қасық тұзып, осылай 1 сағатқа қалдырамыз. Пияз, болгар бұрышын қызанақты ұзынша етіп турап алыңыз. Бір сағат бойы тұзды суда тұрған баклажанымыздың суын жақсылап сығып аламыз. Қызып тұрған қазаныңызға 1 кесе сұйық майды құйып, пиязыңызды қызарғанша қуырып алыңыз. Одан кейін болгар бұрышын қосамыз. Жақсылап араластырып алыңыз. 6-7 минутқа бұқтырып қойыңыз. Достар, сәбізді қоссаңыздар да болады, немесе қоспасаңыздар да болады, бұл өз қалауларыңыз бойынша. Одан кейін қара бұрыш қосамыз, дәміне қарай. Содан соң 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Одан кейін қызанағымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін баклажанымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Мен тұз салған жоқпын, өйткені 2 сағат бойы баклажанымыз тұзды суда болды. Егер де тұзы кем болып жатса, онда қосуларыңызға болады. Әрі қарай дәмдеуіштерімізді өзіңіздің қалауыңыз бойынша, яғни дәмін көре отырып қоссаңыздар болады. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын, өте ерекше дәмді және жасалу жолы қарапайым, құрамына қосылатын азық-түліктер де қолжетімді. Бұл салатты ыстықтай немесе суытып жесеңіздер де дәмі өте ерекше болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға ас болсын.